Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл тақырыбымызды иррационал теңсіздіктерге арнаймыз. Яғни бұл өте оңай тақырып, алайда бұл оқушылардың есінен тез шығып кетеді. Сондықтан осы тақырыпқа қысқа ғана тоқталып кетейік. Ал оның ішіндегі біз иррационал теңсіздіктерді толық қарастырмай, тек қана квадрат түбір жағдайын ғана қарастырамыз. Яғни біз екі теңсіздік алып алайық. f от x үлкен адан түбір асты f от x және f от x түбір асты кіші адан деген. Яғни біздің иррационал теңсіздігіміз екі жағдайға бөлінеді. Міне. Енді бұл жағдайдың өзінде біз аның сандарына байланысты және екі жағдайға бөлеміз. Мына жерде енді а болсын а кіші нөл жағдайы. Яғни а теріс сан болсын. Кейінгі жағдай бүйтіп қоршап қойын. Мыналарды бүйтіп қоршап қойын. Кейінгі жағдай а үлкен нөл, яғни а оң сан болсын. Мынада да тура сондай. А кіші нөл болсын, яғни теріс сан. А үлкен нөл болсын. Оң сан бол. Міне осы төрт жағдайды қарастырамыз. Яғни бұл жалпы негізі екі жағдай. Сіздерге түсінікті болу үшін осындай жіктеуге тырыстым енді. А кіші нөл жағдайында қарастырайық. Бізде иррационал теңсіздіктердің ішінде біз квадрат түбірге мән берейік. Квадрат түбірдің анықталу облысы бізде әрқашан оң сандарды ғана қабылдайды. Нөлден үлкен сандар, теріс сан болмау керек. Сондықтан квадрат түбірден бізде әр уақытта квадрат түбірдің өзінің ішінің өзі оң сан болса, квадрат түбірден де әрқашан оң сан шығады. Тек қана оң сан. Сондықтан оны біз қарастырайық. Мысалға а кіші нөл жағдайын. Яғни теріс сан болса. Яғни квадрат түбірден әрқашан оң сан шығатын болса, а теріс сан болатын болса. Яғни біз бұл жерде тек қана анықталу облысын ғана зерттейміз. Осы жағдайды қарастырайық. Мына жағдай. Бұл жерде біз тек қана берілген функцияның анықталу облысын ғана зерттейміз, болды. Осымен бұл жағдайдағы есеп шешіледі. Енді мына жағдайда а үлкен нөл, яғни оң сан болған кезде біз екі нәрсе зерттейміз. Функцияның анықталу облысын және екі жағын квадраттаймыз. Мына теңсіздікті квадраттаған кезде бізде мынандай өрнек шығады. Үлкен а квадрат. Онда осы жүйені шешсек, біз екінші жағдайдағы теңсіздіктерді шешуді үйренеміз. Ал енді үшінші жағдай. Байқасаңыздар, сізге айттық жаңа f от x әрқашан оң сан болады дедік. Ал мына жағдайда а егер теріс болып қалатын болса, оң сан теріс саннан ешқашан кіші болмайды. Сондықтан бұның жауабы жоқ болады бұл жағдайда. Яғни а теріс сан болса, біз иррационал теңсіздік, яғни теңсіздігіміз, біздің мына берілген теңсіздігіміз, ол теріс саннан кіші бола алмайды. Өйткені түбірдің астындағы өрнек әрқашан оң сан шығуы керек. Енді соңғы төртінші жағдайды қарастырайық. А үлкен нөл жағдайы. Яғни бұл жерде де біз анықталу облысын табамыз. Түбір астындағы өрнектің мүмкін мәндер жиыны, яғни енді кейін квадраттаймыз екі жағында. Міне. Сонымен төртінші жағдайдағы өрнек осылай табылады. Байқасаңыздар, мына жердегі өрнек пен мына өрнектің шешілу жолдары ұқсас. Өйткені олар
қарапайым жүйеге келеді. Тек қана айырмашылығы таңбада ғана. Өте жақсы. Енді бұлардың барлығына түсініктірек болу үшін бір мысал келтірейін. Мысал деп қоя. Мынаны бәрін қоршақ қоя. Мысал, ең қарапайым мысал алайын. X минус 5 үлкен минус 3-тен. Мына екінші жағдайға жататын түрін қарастырсақ, x минус 5 үлкен 2-ден. X минус 5 кіші минус 1-ден. Түбірасты x минус 5 кіші немесе тең 3-тен. Мінекей осы 4 жағдайды қарастырып көрейік. Ал мына бірінші жағдайға тоқталатын болсақ, біздегі түбір көрсеткіші, міне жаңа айттық, түбір көрсеткішінен тек қана оң сандар шығу керек. Сондықтан оң сандар әрқашан теріс сандардан үлкен болады. Ал мына жерде минус 3. Біздің түбір көрсеткішіміз әр x-тің түбірден шыққан сандардың барлығынан кіші болады. Мынау теңсіздік қанағаттандырады. Біз бұл жерде тек қана анықталу облысын тапсақ жеткілікті. Мынау шартқа сәйкес. Яғни x минус 5 үлкен немесе тең теңсіздігін шешсек, бұл кез келген уақытта орындалады болды. X үлкен немесе тең 5-тен, яғни енді сандығы сыз көрсете салайын. Сіздерге түсінікті болу үшін 5-ті бояп қоямыз. Яғни x үлкен 5-тен 10-ға қарай кетеді. Яғни 5-тен үлкен аралықтың барлық кіреді. Жауабы 5-тен плюс шексіздікке дейін 5 енеді. Мына жағдайда енді бірінші кезекте анықталу облысын зерттейміз. Міне мынаған сәйкес x минус 5 түбірдің астындағы сандар оң болу тиіс, теріс болмау керек. Енді екі бетінде квадраттайтын болсақ, x минус 5 үлкен 2-нің квадраты 4 болады. Енді мынандай жүйеге келеміз. Бұл жүйені шешетін болсақ, x минус 5 үлкен дей салайын, үлкен емес тең 5-тен x үлкен 5 мына бетке 9 болып өтеді, плюс болып өтеді, 4-пен қосылып 9 болады. Міне мынандай теңсіздікке келдік біз. Енді бұны сандық өтке салып табайын. 5-ті бірінші орынға ауыстырамыз. 5. Енді 9-ды орналастырғанда 9 енбейді. Сондықтан бұны өшіріп қояйын мен мына жерде. Тоғызына 5-тен үлкен x 10-ға қарай кетеді. X 9-дан үлкен 10-ға қарай кетеді. Екеуінің қиылысқан жері 9-дан плюс шексіздікке дейін. Яғни жауабы болады 9-дан плюс шексіздікке дейін. Шексіздікке әрқашан жай жақша қоямыз. Ал 9-ға да жай жақша, өйткені бұл жер енбей тұр. Үшінші жағдайға қарайық енді. Үшінші жағдайымыз бізге мына түбір көрсеткішіне қарап, түбір көрсеткішінен әрқашан оң сан шығу керек дедік. Ал біздің таңбаға теңсіздікке қарайтын болсақ, түбір біздегі минус 1-ден кіші болу керек деп қойған. Ал бұндай шешім бізде жоқ, өйткені түбір әрқашан оң шығады. Сондықтан минус 1-ден кіші болу мүмкін емес. Бұның жауабы жоқ, яғни бос жиын болады. Жауабына жазып қоямын, шешімі жоқ. Шешімі жоқ. Соңғы 4-ші жағдайды қарастырайық. Мені мынау жүйеге сәйкес шешеміз. Бірінші кезекте анықталу облысын, яғни мүмкін мәндер жиынын табамыз. Екіншіде квадраттаймыз теңсіздіктің екі бетін. Кіші немесе тең 9-дан. Міне мынандай не?
яғни біріншісін 5-ті теңсіздіктің оң жағына өткізсек, үлкен немесе тең 5-тен, ал екіншісінде де 5-ті теңсіздің екінші бетіне өткізсек плюс болып өтеді. 9-ға қосатын болсақ, сонымен 14 болады. Ал бұны сандық оске салайық енді. 5 енеді, 14 енеді. Енді 5-тен плюс x үлкен деп тұр. 14-тен де үлкен. Міне екеуінің 14 мына жерде кіші, кешіресіздер. Мына жерде қателесіп кеттім мен. Міне, мына бір жерде. Таңбаны керісінше қойып қойдым. Міне. Кіші болады. X 14-тен кіші, сондықтан екеуінің қиылысу аралығы 5-тен 14-ке дейін. Жауабы 5-тен 14-ке дейін. Екеуіне де тік жақша қоямыз. Рахмет тыңдағандарыңызға. Сіздермен бірге болған Ермек Алханұлы.